Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге исламбыздар. Бізде жаңа видеоға достар, видео артынан тақырыбынан көріп тұрғандай, біз бүгін Исабекке сұрақтар қоятын боламыз. Енді сіздер осы бастан лайк басып, арнаға жазылып, өздеріңіздің қолдауларыңызды көрсетіңіздер. Ал біз өзіміздің кереметті видеомызға кеттік. Ал достар, енді өзіміздің видеомызға келіп қалыппыз. Енді біз бірінші сұраққа кеткен. Біз бірінші сұрақта енді Исабек сізге бірінші қай қалада тұрасың деп сұрақ қойдық. Ол маған Атырау деп жауап берді. Ал екінші сұрақты мен былай қойдым. Ал достар, енді біз көп созбай енді бастасайын. Келесі сұрақта екінші сұрақты мен ютубқа қандай мақсатпен келдім деп сұрақ қойдым. Ал ол маған жай қызық үшін деп жауап берді. Мен Исабекке үшінші сұрағымды алдағы мақсатың қандай деп сұраған болатынмын. Ал Исабек болса маған алдағы мақсатым жақсы мамандық иесі болу деп жауап берді. Мен төртінші сұрағымды басында ютубты бастаған кезде ютубтан кету жайлы ойладың ба деп Исабекке сұрақ. Мүлде ойлаған жоқпын. Түріңді қашан көрсетесің? Белгісіз. Егер бір күнде барлығы сені қайтып етсе не істейсің? Мүмкін ютубтан кетем. Смысл ютубта қаламын? Ютубтан ақша табасың ба? Жоқ. Исабек, саған біздің соңғы сұрағымыз қызың бар ма? Жоқ. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңға дейін көргендер болса көп рахмет. Енді сізбен бірге болған мен Ислам. Давайте.